каналға қош келдіңіздер. Қыздар, жатып аяқ астынан беш бармақ жегілерің кете ме? Сондай бола ма? Жоқ, жалғыз менде бола ма? Не болмаса біреу алады да звондайды, мен қазір келе жатырмын, мінекей жақындап қалдым, анау дейді, сол кезде аласың да беш бармақты дайындап келіп жібересің, тура осылай. Көп нәрсе керек жоқ оған. 8-ақ минуттың ішінде дайын болады, қыздар. Оған бар ғой, мына кәдөлгі бұқтырылған ет, тушенка дейді ғой. Аха, дүкеннің тушенкасы бізде 1050 теңгеден тұрады. Содан кейін мынау жайма, готовый жайма дайын. Сосын бір пияз керек. Әрине, тұз, бұрыш, су деген сияқты қайнаған су осылар керек болады. Ол үшін мінекей тушенканы алып сковородкаға саламыз дағы. Иә? Кеше мен тура осылай істедім, мына осылай. Содан кейін тушенканы салдым сковородкаға, сосын кейін суды қайнатып, оның үстіне құйдым. Осылай, міне. Содан кейін әрине тоз бұрышын салдым, су құйғаннан кейін оның үстіне. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, иә? Сосын кейін мына пиязды салдым осылай, дөңгелек етіп турап, сосын салдымдағы газды жағып, жанып тұрған газдың үстіне апарып қойдым осылай. Мә, қыздар, керемет дәмді болады ғой. Жаймасы вообще суперский болады ғой. Міне өстіп қайнады ғой. Қайнаған кезде алдымдағы жаңағы нені жайманы апарып салдым үстіне. Жайманы салып алдым да, сосын оның үстінен былай бастым. Сорпаға батсын жайма. Дәмді болады, қыздар, өте дәмді болады. Көріңіздер өздеріңіз. Сосын кейін бетін бастым сорпаға. Аха, батсын деп. Содан кейін алдым да қақпағын жауып қойып қойдым. Ол мына жайманың қалың жұқалығына байланысты. Менікі бір 6-7 минуттың ішінде пісіп шықты. Иә? Мінекей піскеннен кейін осылай алдым дағы. Содан кейін оны неге ең бірінші астына, табаққа астына мінекей осындай жаймасын салдым, бешбармачный жаймасын. Сосын оның үстіне етті салдым. Оның үстіне пиязды салдым. Болды, дайын. О, бешбармақты бәрі жақсы көреді. Енді қазақпыз ғой енді. Қалай бешбармақ? Мінекей, қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Пока, қыздар, пока.